сен енді менің қызым боласың. Сен Молдағұлова боласың. Бізбен бірге Ленинградқа қайтасың. Жылама, жылама. Жүр, тұра ғой. Тұра ғой. Жүр. Балалар, келіңдер. Ал енді қазақ ақыны Жамбыл атаның Ленинградтық өлеңін тыңдайсыңдар. Орындайтын Илья Молдағұлова. Ленинградтық өлеңім, мақтанышым сен едің. Нево өзенін сүйкімді, бұлағыңдай көремін. Жауда қалып Ленинград, жаралған жоқ көнгелі. Жасағанмын өмірді, жау біткенді жеңгелі. Саудыратып сүйегі, топыраққа көмгелі. Қазақстан жерінен тұтанғандай елкегі. Жауды кернеп қол кетті, сендерге дем бергелі. Не балабын қорында, Ленинградтың ерлері. Жақсы өлең екен. Бұл өлеңді плакатқа жазып, көшелерге де іліп қойыпты. Бұл өлеңді шығарған атаның да суреті бар. Лия, ол сенің атаң ба? Жоқ, ол бәріміздің атамыз. Жамбыл атаның осы Ленинградтық өлеңін оқып, совет аскерлері бойларына күш жинап, фашистермен соғысып жатыр. Ленинградтықтар қарт ақынның өлеңін радиодан да тыңдады. Алыстан бізге қолдау жасап жатқан Жамбыл ата жасасын. Совет одағы жасасын. Біз ертең-ақ жеңіске жетеміз. Майданға аттанған барлық солдаттар аман есен оралады. Ата-аналарымыз қайтып келеді. Рас па? Қайтып келе ме? Я, жауды жеңген соң бәріміздің ата-аналарымыз қайтып келеді. Лия, сенің ата-анаң да майданда ма? Майданда қайтыс болды ма? Жоқ. Айшы, Лия. Анам соғысқа дейін қайтыс болған. Әкем түрмеде. Түрмеде? Мен қазақ жерінде Ақтөбе қаласы Қобда ауданы Бұлақ ауылында туғанмын. Әкемнің аты Нұрмұхамед, анамның аты Маржан. Байдың тұқымы деп күн көрсетпеген соң бір түнде елден қашып кеттік. Артымыздан аңды барлап келген әскери адамдар анамды алып атып тастады. Фашист па? Ол кезде елде аштық болған. Жасым бар болғаны жетіде. Адамдар қырыла бастады. Бар малды орталық жинап алды. Бір күні анам қалған құтқан картоп болса теріп алайын деп бақшаға барады. Бірақ оны күзетші көріп қойып атып тастады. Фашист қой онда ол. Я, ол да фашист. Содан айырмасы шамалы. Келші, Лия. Сен бәріміздің ата-анамыз майданнан қайтып келеді деген соң сұрағаның ғой. Ештеңе етпейді. Анам мені Ақмол шағым деп еркелетеді. Ауылды, барлық туыстарымды сағындым. Олар мені Әлия деп атап кеткен, ал шын атым Илья. Бауырының аты Бағдат па? Бағдат, ол кішкентай кезінде ауырып қайтыс болған. Мен оны өте қатты жақсы көретін, сондай сүйкімдеді. Мына Володя сол Бағдатымен өте қатты ұқсайды. Әсіресе қылығы, еркелігі, қиқарлығы аумайды. Бәсе, сол екен ғой Володяға нанының жартысын қатты жақсы көресің. Лия, неге олай істейсің? Тәрбиеші апай өткенде сені аштықтан есіне танып құлап қалды деп еді. Сөйтсем, нанның жартысын Володяға беріп жүр екенсің. Ол әлі кішкентай, оған бір тілім нан жетеді. Өзің жемейсің ба, болмаса маған бер, мен одан үлкенмін. Шыдаңдар, бәрі жақсы болады. Староста, неге алдайсың? Қазір бәрі жерде соғыс болып жатыр. Біздің әкешілеріміз жоқ, оларда фашистер атып тастаған. Біз жетімбіз, біз балалар үйінде тұрамыз. Я, қазір біз балалар үйіндеміз. Бірақ бұрын бұл жер интернат болған. Соғыс басталған соң жетім қалған балалардың бәрлігін осында алып келе бастады. Сөйтіп
интернат болып кетті. Лия, қазір фашистер келсе не істейміз? Тығылып қаламыз. Жоқ, тығылмаймыз. Лия оларды атып тастайды. Өй, тентегім, сол. Лия, мені аспанға ұшылшы. Кел аға, кел. Володя, жоқ, мен Володя емеспін, мен Бағдатпын. Я, ол Володя емес, ол Бағдат. Бағдат, кешегі саған үйреткен Еркемай деген өлеңді айтып берші. Айтып берші. Елкем, елкем, елкемай, елкелеткен екен-ай. Елкем, елкем, елкемай, елкелетсен екен-ай. Володя! Володя, балақай! Балақай, есіңді жейші, балақай! Бағдат, не болды саған, Бағдат? Бағдат, есін жейші, Бағдат. Не болды саған, Бағдат? Көзіңді ашы, Бағдат! Бағдат! Бағдат, есін жейші! Көмектесіңдер! Бағдат! Көмектесіңдер! Бағдат жаңалық қалды! Кішкентай сәбидің не жасығы бар? Қандай күнәсі бар? Бейкүнә жанары жасқа толып, не болған түсіне алмайды. Оның жүрегіне қандай күнәм бар деген сұрақты оқыдым. Көмектесіңдерші, Бағдат! Бағдат! Соғыс не үшін қажет? Жоқ. Мен сәбилерді қанға бояп, бақытын тартып алып жатқан жауыздармен шайқасамын. Майданға аттанамын. Отанымды қорғау парызым. Әлия, қарағым-ау, қайда жүрсің? Пойыздың кететін уақыты болды ғой. Әлия, Сапура, сән жедеше Бағдат қайтыс болды. Фашистер өлтірді. Бағдатың кім? Саған не тұрсың? Әлия, Володя деген бала, мен оны Бағдат дейтінмін. Ой, шошып кеттім ғой. Әлия, пойыз жүргелі тұр. Заттарың қайда? Білесің ғой, Әбәкір көкен қызмет бабымен Ташкентке асып кеткен. Біз сені күтіп отырмыз. Ол жаққа фашистер жете алмайды. Жоқ, жеңеше, мен бармаймын. Қалай бармайсың? Не деп тұрсың, Әлия? Бомбаның астында қалып өлгің кеп тұр ма? Жоқ, өлмеймін. Мен өліп болғанмын. Не деп тұрсың, Әлия? Біз сені интернатқа білім алсын деп бердік қой. Соған өкпелімісің? Ешкімге өкпем жоқ. Мен сіздерді жақсы көремін. Онда неге бармаймын дейсің? Мен күресемін. Жауыздармен күресемін. Майданға аттанамын. Не деп тұрсың, Әлия? Майданы несі? Сен қыз баласың. Кәмелетке де толған жоқсың. Жоқ, мен сені соғысқа жібермеймін. Дұрыс айтасыз. Соғысу азаматтардың қолынан ғана келеді. Жоқ, майданға қыздар да аттанып жатыр. Қой, Әлия.
соғыс саған ойыншық па? Бізге сенің амандығың керек. Ал маған сіздердің амандықтарыңыз керек. Сән жеңеше, Әубәкір нағашыма өз қалауыммен майданға аттанамын деп хат жазып қойдым. Қаншама адам жазықсыз қырылып жатыр. Балалар ата-анасынан айырылып жетім қалды. Олардың не кінәсі бар? Қандай жазығы бар? Қай кезде бомба түседі деп зәре құтымыз қалмайды. Айтшы, сол әділдік пе? Әлия, қазір ешкімге оңай емес. Еш жаққа кетейік, бас амандығыңды ойлашы. Бұл өзімшіл қорлақтардың ісі. Біз қашанғы жауыздардың құрбаны боламыз. Анамды өлтіргенде, әкемді түрмеге қамағанда жауыздар. Отанымызды отқа орағысы келетіндер де жауыздар. Әлия! Әлия, тоқташы! Әлия! Әлия, не істедің? Әлия! Не істедің сен? Әлиядан хат келді. Хат? Кәне, отыр, оқы. Сәлеметсің бе, қымбатты сіңілім Сабура. Жиі хат жазамын деймін саған, бірақ жағдай оған мүмкіндік бермейді. Сенің жазған хатыңды алған соң бірнеше рет хат жазғанмын. Оны алған, алмағанымды білмеймін. Жақын арада ұзақ уақыт менен хат болмаса таңғалма. Себебін кейін хабарлармын. Женешеме, көкеме, басқа да бауырларға менен көп сәлем айтарсың. Егер көре қалсаң, балалардың бетінен мен үшін сың. Өз денсаулығын, өз өмірін жайлы жиі хат жаз. Көп жаз, бетінен сүйдім. Әлия. Мен майданға барғым келеді. Ефрейтор, бұл шешім өзгертілмейді. Отряд, еркін тұр. Молдағұлова, сіз менімен бірге жүріңіз. Қыздар, мергендер мектебін сәтті аяқтайларымен құттықтаймын. Мен де бәрінді құттықтаймын. Бітірдік ау әйтеуір. Енді тезірек майданға аттансақ. Қыздар, Зияның көңіл күйі түсіп қалды. Көздеп атудан ең жоғары көрсеткіш жасаған Молдағұлова. Барлық нормативтерді жақсы тапсырды. Мектеп басшылары неге ондай шешім қабылдады екен? Шынады. Лия, Реминск авиатехникумның студенті болып жүргенде, оқу тым ұзаққа созылған соң майданға аттанамын деп келген еді. Майданға бармайсың деген соң көңіл күй түспегенде қайтсың? Лия майданға бару керек. Ол батыл, төзімді, мергендігінде мін жоқ. Таулай фашисті жаратар еді. Дұрыс айтасың, Надя. Қыздар, Лия келе жатыр. Енді біз онымен кезігеміз бе, кезікпейміз бе? Бір жақсылап көңіл қайтарайық, не? Ефрейтор Лия Молдағұлова, қош келдіңіз. Көңіл
Ағыныш жоқ қой. Қамықпаңыз, жолдас ефрейтор. Сіз үшін күніне 3 фашистті атып тұрамыз. Ендеше, жолдасым Молдағұлова, сіз үшін сағатына 5 фашистің көзін жаямыз. Бірдеңе айтайыншы, жолдас Ильичка. Ал мен болсам, сіз үшін барлық фашистті тастаймын. Керек болса, Гитлерді әкеліп, етігіңізді сүрткізіп қоямын. Ризасыз ба? Қыздар, көңілдеріне ризамын. Шіркін, майданға бірге аттанамыз, бірге жеңіске жетеміз, бірге жауыздарды көзін құртамыз деуші едік. Енді мені сендерден алып қалмақшы. Осымен 3-ші рет майданға баруыма алдынан бөгет шықты. 4-ші рет сұралсан, ешкім тоқтатпайтын шығар. Әзіліне рахмет, мен қайтсем де майданға барамын. Маймаш, Лилечка, сен нағыз патриотсың. Әлі-ақ мақсатыңа жетесің. Тезірек майданға барсақ екен. Тезірек! Отан қорғау, ұлы борыш. Мәңгі бейбітшілік орнатамыз. Аспанымыз ашық болады. Отандастарымыз тыныш ұйықтайды. Туымыз ешқашан құламайды. Жауыздық атаулыны түп тамырмен құртамыз. Қаламызда оқ дәрін емес сан түрлі гүлдерді хош исан қып тұрады. Сәбилер жыламайды. Біз де сәбилі боламыз. Зина, қазір пашан сен секілді. Бәлкім, балалы боламыз деп жүрген шығарсың. Арман шіркін тәтті ғой. Паша мен майдан даласында жолықсам екен. Сол үшін асыған. Бәлкім сайын. Екеуміз күтпеген жерден соғыс бастап кетті. Офицер жарымды соғысқа аттандырып, соңынан жылап қалады. Ақыры болмаған соң, өзім де майданға салдым. Зина, сендер Паша екеулерін міндетті түрде кезігесіңдер. Әлі ақтеуларын жасаймын. Ал мен сүйіктіммен кезіге алмаймын. Енді тек фашистерден сүйіктім үшін кек алып алды. Одан қара қағаз келген күні мен де майданға аттандым. Мұнаймаш Надя, сен әлі бақыттысың. Өз сүйгенімен жолықтың. Ал біз Лида екеуміз болсақ, махаббат деген сезімді сезім көрген жоқпыз. Мына сұрапыл соғыс бізді ол күнге жеткізе ме, жеткізбей ме кім білсін. Жігіт деген қандай болады екен өзі? Қыздар, мен Андреймен міндетті түрде кезігемін. Екеуміз бір майданда боламыз. Бірге жеңіске жетеміз. Сендер көресіңдер оны. Ол нағыз батыр. Андрейден хат алдың ба? Көптен бері хабарсыз деп алаңдап жүреді ғой. Жоқ, хат келген жоқ. Бірақ та Андрей маған соғысқа кетпей тұрып сөйлемейді деген. Мен оған, мен әлі жас болмын. Бастап мен оған, сенің түрің неміске ұқсайды. Мен неміске тұрмысқа шықпаймын деп сақтайды. Андрей неміске ұқсай ма? Негізінде Андрей неміс. Бірақ та ол нағыз совет азаматы. Ол әлі Совет одағының нағыз батыр атанады. Андрюш, сағына қойсын. Қыздар, бүкіл майдандастарымыз армандаған күніне жетейікші. Біз қазір майданға аттанамыз. Енді қашан кезігеміз, мен ол жағында көрдім. Саған бір өтініш. Сен әкем анам арнап айтып беретін деп бір керемет ән орындаушы еді. Шынды жеді ғой? Қоштасу әні болсын. Сол әнді тағы да айтып. Неге қоштасу әні дейсің? Біз әлі кезігеміз. Мен оған сенемін. Ал өлең айтқым келіп тұрған жоқ. Ли, айтшы, сен сол әнді айтсаң, сүйіктім жанымда жүргенде емес дейді. Айтып берші. Жарайды, айтып берейін. Бұл өлеңді кім шығарғанын білмеймін. Қазақ жерінде, батыс өңірінде туса керек. Әкем анама ал маржан тыңда деп айтып беретін. Әннің аты әдемі қыз. Ақ көйлек қызыл бешпенді әдемі қыз, тиген жоқ әлі ешкімге әдемі әлегімін. Мен сізге ғашықтықтан емес сөз айтамын ар жағын өзің қара әдемі қыз. Бақытым сенсің бармысың, бақытым сенсің армысың,
дариға мынау жалғанда таңдап бір өзің сүйген бағымсың. Бірдеңе айтайыншы. Абдырап! Түзет! Тек тұр! Ефрейтор Молдағұлова, Мен, сіз мұнда неғып тұрсыз? жолдас кіші лейтенант, мен майданға барғым келеді. Бұл мәселе талқыланды. Өз қызметіңізге кірісіңіз. Мен инструктор емес, майданға баруға тағы да өтініш білдіремін. Молдағұлова, Кіші лейтенант, ефрейтордың сынақтағы көрсеткіштері қалай? жолдас лейтенант, ефрейтордың қызмет көрсеткіштері өте жоғары. Солай ма? Нысана көздеу шеберлігі ше? Мүт кеткен емес. Жақсы байқап көрейік. Ефрейтор дайындал. Жарайсың, ефрейтор. Мұндай қолмергендер майданға керек. Бұл түлектерді барлаушылар отряды мен атқыштар взводына бөлеміз. Инструкторлық қызметке басқа түлек қалсын. Молдағұлова майданға жіберейік. Хоп болады, жолдас лейтенант. Құрметті мергендер мектебінің түлектері, сіздердің алдыларыңыз аса жауапты міндет тұр. Майдан даласында кескілескен ұрыс жүріп жатыр. Жау бетін қайтарып, отанымызды қорғау басты борышымыз. Сондықтан сіздер жедел түрде майданға аттанасыздар. Рота түзел, тек тұр, оңға бұрыл, әнмен адым, бас! Шешек атты алма ағаштары, бозғыл тұман өзен үстінде. Келді өзеннен келді Катюша қыз, келіп тұрды толқынды өзенге. Барлаушы кешігіп жатыр. Штабпен байланысшы рация істемей қалды. Жау басып алған аймаққа көбірек еніп кеткен секілдіміз. Кеш батып барады. Жолдас командир, бұл жерде қанша боламыз? Ми батпақта жер бауырлап жатқанымызға бір тәуліктен асты. Өн бойымыз малмандай су болып кетті. Шыдаңдар, бұйрық күтеміз. Командир, бірдеңе айтайыншы. Бәлкім құрғақ жерге орналастырамыз. Бұйрық күтеміз де жатқанда батпаққа батып кетпейік. Қатты тоңып қалдық. Қыс түскенде қайтесіңдер. 40 градус аязда осылай аңсып жатуға тура келеді. Оған қалай шыдайсыңдар? Командир, мен көкек бола алмаймын. Ешкім саған көкек бол деген жоқ. Тек даусын салып үйрену қажет. Жауды байқап қалсаңдар, көкектің даусын салып өзгелерге белгі бересің. Мұнда дауыстап сөйлесуге болмайды. Менің дауысым көкектік емес, көгершін дауыс сияқты. Командир, кеше білмеді тауықтар қайдан қаптап кеткен десем, біздің мерген қыздар екен. Олардың дауысын естіген еместен жұмыртқа жесіп кеп кететін шығар. Ай, су бақа! Тыныш! Мама, бақама! Тыныш деймін! Ай, осы қыздар соғысқа қатыспай-ақ қойса қайтеді. Старшина, әзілді қой. Қыздар бүгін бірінші рет майдан даласына шықты. Керісінше жігерлендіріп қой. Алдымызда жауапты сын тұр. Алдын ала мәліметтер бойынша жаудың пошта таситын шағын отряд осы арадан өтуі тиіс. Бізге берілген тапсырма тұтқиылдан шабуыл жасау, тіл алу, шабуыл жоспары сызылған картаны қолға түсіру. Командир, мені барлаушының соңына жіберіңіз. Бәлкім көмек керек шығар. Мергендердің басты міндеті. Жоқ. Нысана көздеу, жау снайпері жасырынған жерді тап басып үйреніңдер. Командир, жақта егін. Немістер жақындап қалды. Олар өте көп шегінуіміз қажет. Жоқ, шегінуге болмайды. Рас, шегінуге болмайды, бірақ ефрейтор, бұйрықты мен беремін. Бұл маңда бұдан басқа бекінетін жер жоқ. Сондықтан ұрысқа дайындалыңдар. Сен тез штабқа хабар бер, көмек керек. Командир, штабқа хабар берген қыздардың бірі барсың. Мен осында қалайын. Немістердің саны өте көп. Жолды жақсы білесің, сен барасың бұйрық орнына. Тыңдаңдар, сол жақтағыларды Молдағұлова Яковлева, ортаңғыларды Поликова Матвеева атасыңдар. Еш жиюға үлгертпей нысаналар түгел атып үлгеріңдер. Менің бұйрығымен бір мезетте оқ жұмсаймыз. Дайындалыңдар, атыңдар! Қалай екен, хайуандар? Ешқайсысы қимылдамайды. Бәрі жайрап тастады ғой. Жоқ. Аман қалғандар өзекке түсіп кетті. Молдағұлова, Яковлева, жарайсыңдар. Молдағұлова, түтін арасында еңбектеп бара жатқанды өзекке жіберме. Ат! Дейді,
немістер өзек тастап арық сайға шегініп бекініп ұрыс салу қажет. Атыңдар! Жарайсыңдар мергендер, тағы біраз орында қалды. Командир, елден асып кеткендердің соңына түсеміз бе? Жоқ, біз азбыз. Көмек келгенше тек осылай бекініп ұрыс салуымыз қажет. Командир, қараңыз. Біреу ағаштың қалқасына қарай аунап түсті. Иә, еңбектеп жосып барады. Тағы біреу қозғалды. Жырал секілді. Қазір сызайын беремін. Атпаңдар! Оларды өзекке жеткізбей тіріде қолға түсіруіміз керек. Тіл аламыз соңынан еріңдер. Тоқта! Көтер қолыңды. Жүр, бас аяғыңды. Бас! Жүр, тез. Командир, тұрыңыз. Командир, сізге не болды? Тұрыңыз. Есіңіз шығады, командир. Бер қаруды. Сен тұр. Тұр, қозғалма. Бас аяғыңды. Сержант, мынаның қалтасында құжаттары болу керек. Тезірек бәрін жинап ал. Бас аяғыңды. Зоя? Андрюш! Бұл қалай болған? Сен фашист. Сен сатқын едің. Қазір түсіндіремін, тыңдашы мені. Сатқын. Мен сен өзім ағап кетемін оңбаған. Сен фашистермен соғысуға майданға кетпеп пе едің, Андрей? Иә, дәл солай. Ендеше, мына жүрістің не? Бұл ұзақ әңгіме, Зоя. Түсінеміз. Майданға шықтым, бірақ өз отыма оқ ата алмадым. Өздеріне оқ атуға болмайды. Сондықтан немістер жақсы шығып кетті. Мені тыңда, Зоя. Маған сен көмегің керек. Жақын жерде бір траншея бар, сол жерге түссек ешкім таппайды. Бақытты боламыз. Бәрі бірде кетерін әскер жеңіске жетеді. Сен несің ауысқан екен, Андрей? Жоқ, есің дұрыс, Зоя. Маған сен тезірек көмектесіп маған. Жоқ, мен сен секілді сатқын емеспін. Мен өз ұлтыма, өз халқыма оқ атпаймын. Соқыр болмашы, Зоя. Сталин баяғыдан бері өз халқына оқ атып қырып жатыр. Ол нағыз опасыз. Өтірік! Сталинге тіл тигізбе, сатқын. Сержант, неге бөгеліп қалдық? Тез бұл жерден кетуіміз керек. Мен сені өзім ағап кет. Атсаң атып кет. Тұтқын болғым келмейді. Солай ма? Ендеше тыныш.
фашистер атып тастайтын секілді. Лия, сен лейтенанттың соңынан тұра жүргенде жүрегім аузыма кірке жазады. Арттарынан әлең деген елестім. Не еткен мықтысың? Ана бір еңгезердей фашистпен төбелесіп кеттің ғой. Ойланатын уақыт болды ма? Командир жауды тірідей қолға түсіруіміз керек. Тіл аламыз деген соң арттарынан тұра жүгір. Ана тілей жаралы болса да старшинаға бой берер емес. Артынан барып, ұрып жіберсем балық етпейді. Содан соң күрекпен ұрдым. Өздері өгіз секілді дәй болды екен. Бағана старшина бізді менсінбей мазақ қылып еді. Біз болмаса, ана фашистің қолынан өзі-ақ өліп кетеді екен ғой, Сол. Қыздар, біздің елде отан үшін отқа түс, күймейсің деген сөз бар. Отқа түсу деген осы шығар. Дұрыс айтасың. Бүгін алғашқы ұрыста қаншама фашистің көзін жойдық. Әлі талай дұшпанның жанын аламыз. Қаншер Гитлер, сен ананың құрсағынан емес шайтанды өзінен жаралған шығарсың. Осынша қатыгездік жүрегіне қалай сияды? Фашистерде жүрек болмайтын шығар. Зоя, сен неге үндемейсің? Не болды саған? Жетер, жылай берме. Атсақ жауларымызды аттық. Бұл соғыс қой. Зоя, сабрет, фашистердің аяудың керек жоқ. Айта бер, не айтайын деп едің? Айта қойдым. Қалай айтам? Мүмкін емес. Старшина жаңағы сілаған жаққа кетіп барады. Командир қайда? Старшина екеу тұтқындары байлап тастауға кеткен. Жоқ, қыздар. Қыздар, мына фашист атпайдаршы қолданбай дейміз. Қыздар, атпайдаршы қыздар, атпайдаршы қыздар, атпайдаршы қыздар. Зоя! Зоя! Зоечка! Зоя! 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 Зоечка! Зоя! 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 Сорлы қыз, майданға кірмей жатып көз жұмды. Енді не істеді қыздар? Зоя ғана жанымызда еді. Енді жоқ. Сұмдық қой. Қыздар! Соғыс сезімге берілетін жер емес екен. Мықты болуымыз керек. Еңселеріңді көтеріңдер. Сәлем саған отаным, сәлем саған жақындарым, сүйікті сіңлім Сапура. Барлығынды сағындым, бірақ соғыс әлсіздікті көтермейді. Күні ертең жеңіске жетеміз, елге қайтып, сендермен құшақтасамыз. Жеңіс күні жақын қалғанын сеземін. Менің майданға кіргеніме 2 жылдай болыпты. Кеше 13 қаңтар күні Казачиха деревнясын азат ету үшін кескілескен ұрыс жүрді. Бұл жерде фашистердің аса маңызды штабы орналасқан. Берілер емес. Бүгін тың күшпен қайта шабуылға шығамыз. Ендігі ұрысқа деген құлшынысымыз күшті. Өйткені жеңіске құштармын. Отан үшін ешбір қиындықтан аянбаймын. Елінді жаудан қорғаудан асқан бақыт бар ма? Бүгін анам түсіме енді. Бір қызығы, анам түсіме кірген күні бір ақ көгершін пайда болады. Бүгін тағы келіп иығыма қонды. Қош болыңдар. 14 қаңтар 1944 жыл. Сәлеммен, Әлия. Ефрейтор Молдағұлова. Алсың кел. Рахмет. Хат жазып отырсыз ба? Я, Неге? отаныма, Отаныма? Отаныма? Сапура сіліме жазып отырмын. Туған жерімді, туған елімді сағындым. Сондықтан хатымды сәлем саған отаным деп бастадым. Солай ма? Лия, саған таңғалам. Майданға өзің сұранып келдің. Күнде ажалмен бетке-бет келесің. Бұл ақымақтық па, әлде ерлік пе? Жолдас старшина, отанға деген махаббаттан асқан сезім жоқ. Елін сүймеген ерлік жасамайды. Бүкіл совет халқы күш біріктірмесе, жау ертең барлық өнерге де жетпей ме?
кінәсіз жандардың көз жасын көруден ауыр не бар? Ашуланба, ефрейтор. Мен тек затың айылы ғой деп айтқым келген еді. Болса ше, қазақ халқында ат үстінде отырып, елін қорғаған батыр қыздар аз болмаған. Жақында маған Жекен Жұмаханов келіп кеткен. Ол кісінің айтуы бойынша, қазіргі уақытта қазақ жеріне майданға 5000-нан астам қыз келіншектер аттанған екен. Солай ма? Менің тарихтан хабарым жоқ. Қазақ қыздарының бәрі жауынгер ме сонда? Бейбіт күнде қазақ қызы ер адамның алдын кесіп өтпейді. Аяулы жар, ізетті келін, асыл ана болады. Ел қамын жеген қасиетті ананың атымен аталып кеткен рулар да көп. Ал елге жау тиіп, жағдай қиындап кеткен кезде арулар ерлермен бірге шайқасқа шыққан. Ефрейтор, ұлтыңды қатты сүйеді екенсің. Кешегі кескен нұр сағыңды сындыра алмапты. Аман болшы, батыр қыз. Менің өзімдей қалыңдығым бар. Бірақ ол сен секілді ер жүрек емес, қатты қорқақ. Тек менен ғана қорықпайды. Жолдас старшина, ол да батырлықтың бір түрі шығар. Жолдастар! Қуанышты хабар! Полякова, қыздар, қайдасыңдар? Күтпеген жағдай. Керемет жаным. Бірдеңе айтайыншы, Полякова. Сен бақыттысың. Болды, не кеседі? Биле. Шешек атып алма ағаштары, боз бұлт тұман өзен үстінде. Айтшы, не болды? Башыда хат келді ғой, я? Жоқ, келген жоқ. Айтшы, Валя, айтасың. Айтсайшы, Валя. Хат келмеді, бірақ та Поповтың өзі келді. Сима! Сүйіктім, сағындым ғой сені. Мен де сағындым. Сүйемін сені, Зина. Бірақ саған ренжілімін. Неге? Мен саған майданға сұрама деп қанша жаздым. Көнбедім. Сол үшін ғана ма? Ал опат болсаң қайтем. Еркекті тыңдау керек. Бұдан былай тыңдайтын боламын, жолдас кіші лейтенант. Сен майданға мен үшін сұранып келдің. Мен бұл батальонға сен үшін сұранып келдім. Енді мәңгі біргеміз. Ал мен саған? Бала туып берем. Мен ол жайлы әлі ойламаппын. Қымбатты, мүмкін бір қыз бір ұлымыз болса. Жоқ, Паша. Совет халқы күн сайын азайып барады. Сол себепті әр отбасыда көп бала болу қажет. Иә, әйелге ең бастысы ана болу. Махаббат, жүректе мұз сен болмасаң. Махаббат, көңілде көз сен болмасаң. Мен сені махаббат деп атар едім. Сүйіктім, сен құлпырған гүл болмасаң. Сержант, сен бұл өлеңді қайдан білесің? Бұл өлең маған арналған. Солай ма? Міне ғажап. Командир, бұл капитанның өлеңі ғой. Жолдас командир, сіз оны танитын бе едіңіз? Анағанда қандай Матвеева. Ол біздің ротаның командирі болған. Иә, Орлов біздің командир болған. Жаңағы сен оқыған өлеңді жатқа оқитын. Бірақ кімге арнаған білмеймін. Қандай сәйкестік, Надя. Сүйгенін жайлы майдандастарынан сұрайтын болды. Сонда сен капитанның сүйген қызы болып шықтың ба? Матвеева, сені көкегішім азат еткенімді кешір. Капитан жайлы айтыңызшы. Айтайын, Надежда. Капитан жайлы көп айтуға болады. Оны мен майдан даласында кездестім. Кескілескен бір шайқаста біздің рота қатты шығынға ұшырады. Мен жеңіл жараландым. Артымыздан Орлов басқаратын атқыштар ротасы келіп қосылды. Бірнеше күннен соң жаудың беті қайтты. Содан кейін не болды? Күнде қан төгіс. Тіпті соғысқа адам не үйреніп кетеді екен. Қаншама отандастардан айырылды. Қалалар, деревнялар қирады. Капитан жайлы айтыңызшы. Капитан майданға жаңадан келгендерге қатты көңіл бөлетін. Офицерлерден соны талап етуші еді. Жайшылықта жайдар ұрыс кезінде өтте қатал болады. Иә, дәл солай. Үйретуден шаршамайтын. Қалай таяқ жетіп қой. Көбелік жасады ма? Жасағанда қандай? Әдеттері қызық еді. Шабуылдан соң жалын дүнмен ортаға шығып өлең оқиды. Қанша айтқанмен ақын жанды адам ғой. Кейде
махаббат жайлы өлеңдерін оқып беретін. Есіңізде ме, жолдас командир? Бір қолына ту ұстап тұрып өлең оқитын. Махаббат жайлы өлең оқығанда да ту ұстап тұршы ма еді? Иә. Капитан қызыл ту желбіреп тұрса, жауынгердің рухы асқақтап тұрады дейтін. Қолынан тастаған емес. Соңғы сәтінде де ту қолында болды. Соңғы сәті? Қалай болып еді? Сол күні аса ауыр шайқас болды. Иә, менің көз алдымда. Бәрі есімде. Соғыстың алғашқы кезі ғой. Немістер Бақашығына дейін қаруланған. Жау танкісі жайпап келетін оқтары таусылуға шақ қалған. Жалғыз-ақ граната қалыпты. Капитан сол гранатаны уралап барып танкын дәл жанына жарды. Сірә, алыстан лақтырса тимей қалады деген болу керек. Сөйтіп капитан Орлов ерлікпен қаза тапты. Соң танкында капитан қиратпағанда біз жеңілетін едік. Қанышер фашистер, мен сүйгенімді кегін аламын. Қамықпа, Надя. Біз әлі жеңіске жетеміз. Сүйгеніңнің кегін қайтарасың. Тей көзіңнің жасын. Бұл жауынгерге тән емес білем, әйел заты нәзік. Бірақ отан үшін бәріне дайын болу керек. Барыңдар. Тоқтаңдар. Келіндерші, қымбаттыларым, қарындастарым. Сендер нетке мықты едіңдер. Лия, әсіресе саған алғысым ерекше. Жолдас командир. Өлмес сөзімді. Саған ғана емес, бүкіл қазақстандықтарға алғыс білдірем. Жауға атылған 10 оқтың 9-ы қазақ жерінде жасалады. Майдан даласында талай қазақтың ерлігін көрдім. Қарлығаштарым мен сендердің ерліктерің ертең аңызға айналады. Келер ұрпақ отанды сүюді сендерден үйренеді. Командир, бұлай толық сөйлегенде бірінші рет көріп тұрмын. Старшина, бүгін біздің қарындастарымыз тағы да ерлермен бірге шайқасқа кіргелі тұр. Батылық білекте емес жүректе екен. Мен қарлығаштардың аман сау қанат қаққанын қалаймын. Айтпақшы, Надежда, менде капитан Орловтан қалған бір дүние. Соны саған беремін. Жақсы. Енді дайындалыңдар. Капитанның бұлай тоқып сөйлеген мен бірінші рет көріп тұрмын. Лия, байқадың ба? Иә, байқадым. Командир, қандай жақсы адам. Кейде әубәкір нағашыма ұқсап кетеді. Көкем мені майданға аттанардан істеп келіп, елге алып кетпекші болған. Мен көнбедім. Сенің сағынатын жандарың бар. Ал менің ешкім қалған жоқ. Олай деме, Надя. Өмірдің тосын сыйлары көп. Әлі ақ бақытқа бөленеміз. Әр отбасы, әр шаңдырақ бақытқа кенеледі. Менің әкем түрмеден босайды. Батыр қыздың әкесімін деп мақтанатын болады. Барлық туыстарымды тауып алам. Балалар жыламайды. Жетімдер үйі болмайды. Бірдеңе айтайыншы. Рота, сапқа тұр. Майдандастар, бүгін Казачиха деревнясын жаудан азат етуіміз қажет. Деревняға іргелес тұрған Насва станциясы жаудың негізгі нысаны. Егер станцияны жаудан азат етсек, онда неміс әскері Псков облысындағы негізгі штабынан айырылады. Бүгін бізге кіші лейтенант Попов басқаратын взвод көмекке келді. Рота, шабуылды бастаймыз. Рота, алға! Жеңіс үшін, отан үшін алға! Командир жараланып қалды. Командир қайтыс болды! Лия, başı жараланып қалды. Сен неге қасында қалмадың? Қатты жараланған жоқ, жарасы дамып жатыр. Мен шабуылды тоқтатпаймын. Соңғы жаудың көз жойғанша бірге соғысамыз. Ей, жауыздар! Сен қашанғы шөлінді қанмен қандырасың? Жүрекке жерік бол, жауыздық атауыңды жұтып жатырсың. Жер бетіндегі барлық теңіздің кінәсіз жандардың көз жасынан жиналған. Бақытсыздықтың азабын жетімдерден сұра! Ей, жауыздық! Мен сені адамдар жүрегіне мәңгілікке жұлып тастаймын! Рота,
Отанын шексіз сүйіп, 17 жасында майданға аттанған қазақтың қаһарман қызы Әлия Молдағұлова 1942 жыл, 1944 жылдар аралығында қан майданда сән мәрте батырлық танытқан. 1944 жылы 14 қаңтарда Новосокольники ауданы Казачиха деревнясын азат ету үшін болған шайқаста командирі оққа ұшқан ротаны қатарынан 6 рет ұрысқа бастап теңдессіз ерлік көрсеткен. Шығыс жұлдызы жау жүрек Әлия Молдағұлова даңқ орденімен, өмірден өткен соң алтын жұлдыз медалімен және Ленин орденімен марапатталды. Совет одағының батыры атағы берілді. Аты аңызға айналған жарт әлемге есімі мәлім Әлия Батыр мәңгілік жадымызда. Ауданның әкімі Дарын Сабырғалиұлының атынан барлық қатысушыларға ықылас гүлі. Сондай-ақ аудандық Аманат партиясы атқарушы хатшысы арналып отыр. Театрдың ашылуы баршамызға құтты болсын. Құттықтау сөз және марапаттау үшін сахна төріне Целиноград аудан әкімінің орынбасары Толқынбек Жәнібек Толқынбекұлы шақырылады. Ардақты ағайын, өнер сүйер қауым, алтын уақыттарыңызды бөліп, қош келдіңіздер Целиноград ауданына. Целиноград ауданынан тұсау кесіліп, алғаш рет халық шығармашылығының театр өкілдерінің сахналауын ұлы жеңістің 80 жылдығына және қазақтың қаһарман қызы, Кеңес одағының батыры Әлия Молдағұлының 100 жылдығына арнап қойылған Әлия пьесасы мен өнер туындысын тамашаладыңыздар. Қасым-Жомарт Тоқаев 4-ші ұлттық құрылтай отырысында Қазақстанда театр өнеріне қызығушылық артып келеді. Зал көрермендерге толып, қойылымдардың премьерасына билеттер 2-3 апта бұрын сатылып кетеді. Сахна өнерінде құштар жандардың арасында жастардың көп болуы көңілге ерекше қуаныш ұялтады деп атап өткен. Бүгінгі спектакльдің басты ерекшелігі кейіпкерлердің әуесқой жастар сомдады. Халық арасында кастинг арқылы таңдалған актерлерге құрамы Ақмол, Талапкер, Нүресел, Оразақ ауылдарының тұрғындарынан, мемлекеттік қызметкерлерінен, номер 44813 әскери бөлімнің сарбаздары, аудандық мәдениет үйінің өкілдеріне және мектеп оқушыларын жасақталған. Халық шығармашылығы театр өкілдерінің шеберлігі кәсіби актерлерінің шеберлігімен деңгейлес болды. Ел арасына шыққан жас актерлер соғыс кезіндегі халықтар достығын, түрлі ұлт өкілдері қыздардың бір-біріне деген бауырмалдығын тамыршыдай тап басты. Олар ел үшін өнер кеніші, жұмыла көтерген жүк жеңіл болатынын көрсетті.
орайы келіп тұрған тұста спектакльдің шығармашылық ұжымына барлық актерлерге, көрермендердің және өзімнің атымнан алғыс білдіремін. Сонымен қатар ерлік пен ерлікке, батырлық пен батылдыққа өнер арқылы тағзым жасаудың еренен үлгісін көрсеткен спектакльдің авторы Қанат Жүндісов және қоюшы режиссер Гүлжан Абдибаеваға алғыс айтамын. Целиноград аудандық мәдениет үйінің қызметкерлері соңғы 12 жылда Ақмола жұлдыздары халық шығармашылығының байқауынан бас жүлдесін қанжығасына байқап келеді. Өзің көріп отырсыз енді. Құрметті қонақтар, аудан тұрғындары, театрымыз құтты, актеріміз мықты, бастамамыз баянды болсын. Рахмет. Бәрекелді. Целиноград аудан әкімінің алғыс хатымен марапатталады. Жүнісов Қанат Құрмашұлы, Әлия туындысының авторы, актер, режиссер, ақын, драматург. Құрмет қошеметтеріңізді аямаңыздар. Қазақы дәстүрмен Қанат ағамыздың иығына шапан. Құрмет қошеметтеріңізді аямаңыздар. Әбдібаева Гүлжан Шайтұрсынқызы, Әлия спектаклінің қоюшы режиссері, мәдениет саласының үздігі. Құрмет қошеметтеріңізді аямаңыздар. Бүгінгі Әлия спектаклінің қоюшы режиссері. Шынар Елімбаева, спектакльдің қоюшы суретшісі. Тасюганова Айдана, интернат тәрбиешісінің рөлін мемлекеттік қызметкер сомдаған. Үсенова Райхан, Сән Молдағалованың рөлін сомдаушы, мәдениет үйінің қызметкері. Темірбекова Гаухар, әскери жетекшісінің рөлі, мәдениет үйінің қызметкері. Байрақ Гүлжамал, Әлияның рөлі, Ақмол ауылы мектеп гимназиясының оқушысы. Құрмет қошеметтеріңізді аямаңыздар. Болашақ жұлдыздарымыз. Бақыт Жігер, Павелдің рөлі, Ақмол ауылы мектеп гимназиясының оқушысы. Тасюганова Дардана, Зинаиданың рөлі, Ақмол ауылы мектеп гимназиясының оқушысы. Сіздердің ыстық қошеметтеріңізбен Боранбай Аяулым, Валентинаның рөлі, Ақмол ауылы мектеп гимназиясының оқушысы. Шынаров Жарас, Андрейдің рөлі, Ақмол ауылы мектеп гимназиясының оқушысы.
Исламбек Айбибі Зояның рөлі Ақмола ауылы мектеп гимназиясының оқушысы. Құрмет қошеметтеріңізді аямаңыздар. Абдулла Нұрай Надежданың рөлі Ақмола ауылы мектеп гимназиясының оқушысы. Мұхтар Гүлнәз Сапураның рөлі Оразақ ауылы орта мектебінің оқушысы. Қайырбекова Айша Әлияның бала кезі Талапкер ауылы мектеп лицейінің оқушысы. Болашақ жұлдыздарымызға құрмет қошеметтеріңізді аямаңыздар. Сіздердің қошеметтеріңізбен Уазихан Әсем балалар үйінің жеткіншектері Ақмола ауылы мектеп гимназиясының оқушысы. Мұхтар Жазира балалар үйінің жеткіншектері Ақмола ауылы мектеп гимназиясының оқушысы. Жас бүлдіршіндерге құрметтеріңізді аямаңыздар. Кәкім Дияр балалар үйінің жеткіншектері Ақмола ауылы мектеп гимназиясының оқушысы. Бақихан Қайрат балалар үйінің жеткіншектері Ақмола ауылы мектеп гимназиясының оқушысы. Депу Бибінұр балалар үйінің жеткіншектері Нұресіл ауылы орта мектебінің оқушысы. Байрақ Санжар Володяның рөлі Ақмола ауылы мектеп гимназиясының оқушысы. Сіздердің қошеметтеріңізбен Ахетов Маратбек Тәттібекұлы 44-813 әскери бөлімшесінің сержанты біздің қолдаушымыз. Құрмет қошеметтеріңізді аямаңыздар. Бағым Тұрсынбай майдандастар әскери бөлімшенің лейтенанты. Айбол Әлиханов майдандастар әскери бөлімшенің старшинасы. Әмин Нұрлыбаев майдандастар әскери бөлімшенің сарбазы. Тілеубай Тұрсынбек майдандастар әскери бөлімшенің сарбазы. Отан қорғаушыларға құрмет қошеметтеріңізді аямаңыздар. Батырбек Дархан майдандастар әскери бөлімшенің сарбазы. Дулат Жеңіс майдандастар әскери бөлімшенің сарбазы. Ағанасов Құдайберген майдандастар әскери бөлімшенің
сарбазы. Мәлік Диас, майдандастар, әскери бөлімшенің сарбазы. Махметжанов Думан, майдандастар, әскери бөлімшенің сарбазы. Сіздердің ыстық қошеметтеріңізбен Жапаров Руслан Қыдырбайұлы, спектакльді музыкамен әрлеуші, мәдениет үйінің дыбыс режиссері. Үлкен құрметпен сахна төріне шақырамыз. Осындай құрметпен Сапар Әлішер Нұрымжанұлы, спектакльді суреттеуші, бейне ақпаратпен әрлеуші. Құрмет қошеметтеріңіз. Марапаттарыңыз құтты болсын. Сіздердің зор қошеметтеріңізбен сахна төріне бүгінгі кешіміздің құрметті қонақтарын шақырамыз. Қайырлы кеш, қадірменді ағайын. Мына қойылымнан кейін сол өзіміздегі бір сол көріністің ішінде бірге жүргендей болдық. Өте бір жақсы қойылған көрініс. Біріншіден осы көріністің сценарийін жазған Қанат Жүнісовке мыңда бір алғыс. Одан осы қойылымды қойған режиссер кәдімгі ең жаңағы кішкентай балалардан бастап міне барлық қазақтың басынан өткен бүкіл халықтың басынан өткен соғыс қой, шынын айтқанда. Өзімнің әкем 8 жыл соғыста болған. 40-шы жыл алып кетіп, 48-ші жылы бірақ келген менің әкем. Жапонияға дейін барып. Сондықтан сол соғыстың зардабын әр шаңырақ, әр үй осы көрді деп есептеуге болады. Өйткені кейінгі міне ұрпақтың өзі осыншама рөлдерді сомдап, кәдімгі соның ішінде болғандай болып, шынайы орындады. Мен енді әнші ретінде, әртіс ретінде біз кәдімгі әр әннің образына кіреміз ғой. Сол сияқты бүгінгі жандарым сол балапандар, қыз жігіттер керемет қойылым қойдыңдар. Алла разы болсын. Осындай кәдімгі жұлдыздарың жансын. Әлия, менің үлкен қызымның аты Әлия. Мен бір кішкентай Әлия қарап тұрып, кішкентай тарихты айтып кетейін. Рақымжан Қошқарбаев деген Рейхстагқа ту тіккен ағамызды білесіздер ғой. Сол кісі менің өкіл ағам болған. Оның деген несін бір кішкентай тарихын айтан, ақыры осы қойылымның ішінде мен өзім сонда жүргендей болдым, ағаммен бірге. Енді Мұқағали Мақатаев, біз енді Гүлдер ансамблін енді құрайын деп жатқан кезде, мен Гүлдер ансамблінде 44 жыл жұмыс жасадым, білесіздер. Сонда ақсақалардың батасын аламыз деп бізді жазушылар одағына алып барды. Сонда алдында деген Ғабит Мүсірепов, Қабиден Мұстафин, Асқар Тоқмағамбетов бәрі отырып, кәдімгі таяқтарына сүйеніп, солай отырды. Содан біз кәдімгі әнімізді айтып, бәрін енді болғаннан кейін бір-екі адам шақырып тұр деді. Сыртта енді барсам, жаңа көзі бақырайған қыз, сенсің ба деп маған Мұқағали аға. Аға, менмін деп, бойы ұзын кісі екен, мұрны мынандай үлкен, қолағаштай. Сон, сен сахнаға жаралған қыз екесің. Әкеш маңдайынан иіскейін деп маған. Сол Мұқағали ағамыздың арқасында мен қасында бір иығынан ғана келетін бір кісі тұрды. Мына кісіні білесің ба деді маған. Мен айтым, жоқ аға, білмеймін.
бұл 19 жасында Рейхстагқа ту тіккен Рақымжан Қошқарбаев деген сенің ағаң болады деді. Сөйтіп соңына сен енді Көкшетаудың қызысың ғой деді маған. Иә дедім. Енді бүгіннен бастап айналайын, қол алысып ағалы қарындас болайық деді. Сонымен ағалы қарындас болып өлгенше сондағы менің үлкен қызымның аты осы Рақымжан Қошқарбаевтың өзінің жаңағы өзінің нағыз қызы, оның екі қызы болған. Біреуі жаңағы әйелінен еліп келген қыз, екінші өзінің нағыз осы Әлия қызы. Соған аттас қылып, соған осындай Әлия сияқты батыр болсын деп, мен үлкен қызымның атын Әлия қойдым. Міне айналайын, сондықтан Әлия өзі Әлияға ұқсайды екенсің, түрің, көзіңнен айналдым, түріңнен айналдым. Осындай батыр қыздарымыз көп болсын. Алла тағала сіздердің орталарыңызда талай батырлар отырған шығар. Сондықтан осы мына талай осы келіп концерт қойғанмен жаңағы естіне алып отыр. 11 жылы келдіңіз, тағы да оның алдында деп, сол сияқты әлі де осындай кездесулер көп болсын. Бүгінгі қойылым ерекше қойылым. Мен шынымен де талай қойылымдарды көріп жүрмін, бірақ енді бүгін балалардың өзі кішкентай әсерлі орындағанның өзі ол шынайы болды. Бәрі шынайы. Сондықтан шынайы осындай талантты балалар көп болсын. Қанат Жүнісовке рахмет. Өте бір адамның жүрегінің кілтін тапқан бір сценарий деп ойлаймын. Әр түрлі кәдімгі көріністердің өзі бір шынымен дағы сол ортада жүрген сияқты болып қалдық шынымен дағы. Рахмет, Қанат. Денің сау болсын. Осындай енді талай батырларды, талай керемет қазақтың ұлы батырларын еске алып, талай спектакльдер жасап атсың, оның барлығы өзіңнің еңбегің. Рахмет саған көп. Және сіздердің құрметтеріңізбен Ақмола облысы мәдениет басқармасының басшысы Айгүл Баубекқызы. Ал аса қадірлі, құрметті біздің Целиноград ауданының тұрғындары, аса қадірлі міне жерлестер, қонақтар, расында да міне бүгін бір тарихта қалатын күн. Бүгін Ақмола облысы әкімі Ахметжанов Марат Мұратұлының атынан шын жүректен құттықтаймын. Жаңа міне халық театр ашылып жатыр Целиноград ауданында. Ақмола өңірінің қазынасына тағы бір жаңа қойылым, жаңа театр ашылып жатыр, жаңа қойылым болып жатыр. Баршаңызға қайырлы құтты болсын деймін. Міне мана айтқан Қанат Құрмашұлы, сізге алғысым шексіз. Режиссерімізға Гүлжан Абдибаева, біздің талантты, дарынды қатысушыларымызға, балаларға, Айгүл Үкметна, сізге ерекше бүгін Целиноград ауданының әкімі Дарын Сапарғалиұлына шын жүректен әрқашанда Целиноград ауданының өнері биіктен көріне берсін деймін. Әрқашанда театр өмірі тек қана биіктесін, жүлделі орынға ие болсын, шығармашылық табыс деймін. Мереке құтты болсын, ағайын, құттықтаймыз, сүйінші. Құрмет қошеметтеріңізді аямаңыздар. Жаңа театрдың ашылуы барша көрермен жұртқа, елге құтты болсын. Өнер мерекесі құтты болсын. Қазақ елі жасай берсін, қазақтың өнері мерейі үстем болсын.